қалай есептейміз? 2026 жылдың басында спор болды, әлі күнге дейін спор болып келе жатты. Соның нақты жауабы шықты, нақты ответ шықты. Ең дұрысы сол сочисление минусовать етіп тастаймыз опа-вны. Бізде алдындары вот қараңыздар, мысалы 500 мың теңге зарплата делік, осы зарплатадан прямо 5% біз прямо есептейміз деп келдік. 500 мыңның 5% бізде 25 мың, 500 теңге болу керек. Так, 500 мың көбейту 5%, қараңыздар, 25 мың теңге. Яғни 25 мың теңге біз төлейміз ИП өзі үшін деп келді. Бірақ ең дұрысы бізде бұлай емес. Ең дұрысы ИП иесі үшін біз бұлай есептемейміз. Бұлай есептесеңіздер, сіздерде қате болады. Ең дұрысы міне 500 мың азайту 10%. Яғни бұл жерде біз ОПВ-ны алып тастаймыз. Яғни соцотчисление тең 500 мың азайту 10%, көбейту 5%. Осыдан шыққан сумманы біз социальный отчисленияға төлейміз. Ал енді есептейік. 500 мың азайту 10%, көбейту 5%. Яғни социальный отчисленияны біз 22.500 теңге төлейміз. 22.500 теңге төлейміз. 500 мың теңге зарплата болған. 500 мың теңге заявляемый доход болған кезде. Яғни бізде прямой заявляемый доходтың 5%-ын соцотчисленияға төлеген дұрыс емес болады. Біз бірінші төленген пенсионканы минусовать етіп алып тастаймыз. Содан қалған суммаға 5%-ды төлейміз. Соцотчисленияның дұрысы осылай. Яғни бізде мына форма дұрыс емес.